Қала шетінде тұрған қарапайым үй. Айнагүл, 26 жаста. Үйде отырған жас ана. Босанғанына 2 ай болған. Баласы Ануар ұл. Айнагүл бала көтергеннен кейін күйзелістен шыға алмай жүр. Күйеуі Жанболат күнде кеш келеді. Анасы алыста, ал енесі келсе келінін сынап кетеді. Тамағыңа тұзсыз, балаң жылауық, өзің шашылып жүрсің деп. Жанболат: не болды тағы? Балаң жылай береді, ұйықтай алмаймын, таңертең жұмысқа баруым керек. Айнагүл ақырын дауыспен: ол жай ғана аш шығар, жаңа ғана емуге тырыстым, бірақ ембейді, бетін теріс бұрады. Қашан адам боласың сен? Ана болдың ба? Анасымақ болдың ба? Түсініксіз. Бала күнде жылайды. Айнагүл ұйықтамайды. Кешкісі қоңыр шарықта бір өзі отыр. Жанболат тағы жоқ. Телефонда күйеуінің күліп тұрған семесі.